Сәлем достар, бүгін түрік десерті пахлаваны пісіріп үйренеміз. Бұл десерт өте дәмді әрі ерекше болып шығады, және мен сіздермен оңай жасалатын жолымен бөлісетін боламын. Қамырына қажетті заттар: жұмыртқа 2 штук, тұз 1 шай қасық, 125 мл су, 30 мл шемішкі май және 480 грамм ұн. Алдымен табамызға жұмыртқаны саламыз. Кейін оған тұзды қосамыз. Одан кейін шемішкі май мен суды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнды електен өткізіп қосамыз. Барлық ұнды осылай қосып аламыз. Одан кейін қасықпен араластырамыз. Және де ыңғайсыз болған кезде қамырды қолмен илейміз. Қамырды 4-5 минуттай илеу маңызды. Яғни ол өте жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болып, осы видеодағыдай шығуы қажет. Содан кейін қамырды алып, оны пленкаға немесе целлофанға ораймыз да 1 сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Содан кейін начинкасын дайындап қоямыз. Ол үшін 150 грамм қант және 150 грамм орех қажет. Кез келген орехті алсаңыз болады. Мен грек жаңғағын алдым. Одан кейін оны осылай ұнтатамыз. Яғни қатты ұнтақ болмауы қажет, осындай орташа мөлшерде ұнтақ болуы қажет. Содан кейін қант екеуін араластырып, начинкамызды дайындап қоямыз. 1 сағат өтті, қамырымыз дайын болды. Оны пакетиктен босатамыз. Және де оны 4 бөлікке бөлуіміз қажет. Яғни оны 4 бөлікке бөліп, соның барлығын жаюымыз қажет болады. Неге осындай бөліктерге бөлемізде, біреуін алып қалып, қалғандарын мешочекке салып қоямыз. Содан кейін әрбір қамырды жаюымыз қажет. Яғни оны жайған кезде жабысып қалмас үшін крахмал қолданамыз. Кез келген крахмал жарайды. Кейін қамырымызды алып, осылай дөңгелектеп, оны өте жұқа етіп жаюымыз қажет. Және жабысып қалмас үшін крахмал себеміз, ұнды қолдануға болмайды. Неге осылай жұқа етіп, қамырымызды жайып аламыз. Жұқалығы видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай болуы қажет. Одан кейін оның ортасына ерітілген сары майды жағамыз, және де начинкамызды саламыз. Барлық жеріне осылай начинканы орналастырып аламыз. Содан кейін қамырды бір шетінен алып, осылай ораймыз, рулетик сияқты. Ораған кезде өте ақырын орау қажет, қамыр жұқа болғандықтан жыртылып кетуі мүмкін. Яғни оны жыртпай, осылай ақырын барлығын рулетик етіп орап аламыз. Содан кейін оны алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Видеода көріп тұрғаныңыздай, осындай кішкене бөліктерге бөлетін боламыз. Барлығын осылай бөліп аламыз. Мінекей осындай рулетик секілді болып шығады. Барлық 4 қамырды осылай жайып, осындай бөліктерге бөліп дайындап аламыз да, одан кейін формаға орналастырамыз. Менде форма диаметрі 30 см, және де оған шемішкі май жақтым. Кейін пахлавалардың барлығын осылай орналастырып шығамыз. Содан кейін оның үстіне ерітілген сары майды видеодағыдай құятын боламыз. Барлық жеріне жақсылап майды жағып шығамыз. Содан кейін 180 градус қызып тұрған пеште пахлаваларды 30 минут пісіреміз. Пахлава пісіп жатқан кезде сиропын дайындап қоямыз. Ол үшін 400 грамм қантқа 1 шай қасық корицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін салқын су құйып, барлығын газге қоямыз да қайнатамыз. Газдың асты қатты болуы қажет, және де одан кейін 1 ас қасық мед саламыз. Содан кейін 1 шай қасық лимон шырынын және де лимонның өзін салып жіберіп, барлығын осылай қайнатып, сиропты дайындап аламыз. Пахлаваларымыз пісіп дайын болды. Соның ыстық күйінде ыстық сиропты үстіне осылай құямыз. Барлық жерге жетіп тиюі қажет. Содан кейін әдемілік үшін бетіне қалаған орехіңізді сепсеңіз болады. Мен фисташки мен грек жаңғағын ұнтаттым да, екеуін осылай сеуіп шықтым. Пахлавамыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет!